Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Сіздермен бірге биология пәнінің оқытушысы Әбітай Әлия Нұрланқызы. Сабағымыздың тақырыбы жасуша құрылысы мен қызметтері және оның ерекшеліктері. Сабағымыздың мақсаты жасушаның құрылыс ерекшеліктерін білу, тарихына үңілу және тіршілік үшін өз маңыздылығын білу. Жалпы балалар, жасуша дегеніміз тірі организмнің ең қарапайым бірлігі. Тіршіліктің бәрі жасушадан басталады. Жасушасыз тек бір ғана тіршілік иесі тіршілік ете алады, ол вирустар. Демек, вирустардың тіршілігі жасушасыз формада өтеді екен. Енді жасушаның шығу тарихына келетін болсақ, жалпы жасушаның шығу тарихы балалар тікелей микроскоптың және оптикалық аспаптардың шығуымен пара-пар. Себебі жасуша өте ұсақ, көзге көрінбейтін органикалық заттар болғандықтан, оларды тек оптикалық заттармен ғана көру мүмкіндігі болған. Сол себепті балалар, жасушаны ең алғаш рет зерттеу ол 17-18 ғасырдан бастау алады. Жасуша терминін 1662 жылы ғылымға енгізген ағылшын жаратылыстанушысы Роберт Гук болатын. Роберт Гук алғаш рет оптикалық аспаптың көмегімен жасушаларды зерттей келе, жасушаға целлюлоза, яғни жасуша деген ұғымды берген болатын. Ең біріншіден Роберт Гук жасушаны қалай анықтаған? Ол жасушаны тірі организмдерді, ұлпаларды, өлген жан-жануарлардың клеткаларын ұлпа арқылы көріп, олардың ішіндегі араның ұясына тәріздес ұяшықтарды көреді. Ол осылайша оған целлюлоза, яғни жасуша деген ұғымды береді екен. 17 ғасырдың 70 жылдарынан бастап голландиялық ғалым Антони ван Левенгук алғаш рет тірі жасушаларды, тірі организмдерді, яғни кірпікшелі кебісшені микроскоп арқылы қараған болатын. Ал тірі организмді алғаш рет Ян Пуркинье, чех ғалымы, ғылымға енгізіп, оны ең бірінші рет микроскоп арқылы анықтаған. Жасушаны жан-жақты зерттеу 19 ғасырдан бастау алады. Себебі осы ғасыр аралығында 1838 және 1839 жылдарда Теодор Шванн мен Матиас Шледин жасуша теориясын ұсынады. Жасуша теориясы ең бірінші қағидасы ол барлық тіршілік жасушадан бастау алады. Екіншіден, әрбір организмнің жасуша құрылысы бір-біріне ұқсас. Және үшіншіден, жасушалар бастапқы аналық жасуша арқылы теңдей екіге бөліну арқылы көбейеді екен. Осы ұсынған теория бойынша жасушаны жан-жақты зерттеу қарқынды басталады. Карл Берл алғаш рет жасуша қалай бөлінеді, яғни митоз және мейоз процестерін дұрыс түсіндіре алды. Осы ғылыми жаңалықтардан кейін жасушалардың екі түрі анықталды. Олар эукариот организмдер және прокариот организмдер. Бұл қандай организмдер және бұлар неге екі топқа жіктелінген деген сұрақ. Біріншіден, прокариоттарға кімдер және нелер жатады? Прокариот дегеніміз қарапайым, яғни ядросы дұрыс жетілмеген, тек цитоплазмасы ғана бар қарапайым организмдер. Оған көбінесе бактериялар және қарапайымдылар жатады. Ал екінші эукариот организмдер. Эукариот организмдер дегеніміз жасушалысы күрделі, ядросы жақсы жетілген, цитоплазмада барлық органоидтар қалыптасқан. Жалпы эукариот организмдерге жоғарғы саттағы өсімдіктер, саңырауқұлақтар, жан-жануарлар, сүтқоректілер жатады. Енді жасушаның негізгі қызметтеріне көшсек. Ең бірінші ол зат алмасу. Жасуша мен қоршаған орта арасында тыныс алу, қоректену, қажетсіз өнімдерді сыртқа шығару арқылы үздіксіз зат алмасады. Жасушадан сыртқы ортаға тотығу өнімдер шығарылып, қоректік заттар мен оттек қабылданады. Жасушалар сыртқы ортаның түрлі тітіркендіргіштерінің әсерінен қозады. Қозғыштық барлық тірі ағзаға тән қасиет. Мысалы, суықтың, ыстықтың, жанасудың, химиялық заттардың барлығы тітіркендіргіштер. Жасушаның көбеюіне келетін болсақ, бөліну арқылы жүзеге асады. Алдымен ядро, содан соң цитоплазма екіге бөлінеді. Әрбір бөлінудің алдында ядрода хромосомалар ұзыннан екі еселенеді де, бірінен бірі ажырап, жаңадан жас жасушалар пайда болады. Өсу мен даму зат алмасудың нәтижесінде жасушадағы жай заттардың күрделі ағзалық заттарға түзіледі. Цитоплазма, ядро осы заттардан түзіліп, жасуша өседі, дамиды.
Цитоплазманың қозғалуы жасуша қоректенеді, тыныс алады, сыртқы орта әсеріне жауап береді, артық заттарды бөліп шығарады, көбейеді, яғни тіршілік етеді. Ол үнемі қозғалыста болады. Жасушадағы зат алмасу процестері цитоплазма арқылы жүзеге асатындықтан ол үнемі қозғалыс үстінде болады. Кейде сыртқы ортаның қолайсыз жағдайынан цитоплазма баяулап, немесе оның жұмысы мүлдем тоқтап қалуы мүмкін. Жасушаның қоректенуіне келетін болсақ, өсімдік жасушасының цитоплазмасында жасыл түсті пластидтер өте көп. Олар фотосинтез жүзеге асады. Осы процестердің әсерінен өсімдік жасушасында түрлі қоректік заттар, нәруыздар, майлар, көмірсулар түзіледі. Өсімдіктерге қорек жасушасының қабықшасы арқылы сіңіріледі. Қоректік заттар қозғалып, сабаққа, тамырға, жебесіне және де тағы да басқа мүшелеріне таралады. Онымен бірге барлық минералдық заттар, күн сәулесі және ауа осы өсімдіктердің қоректенуіне тікелей әсер етеді. Енді жануарлардың қоректенуіне келетін болсақ, жануарлар өсімдіктер түзген органикалық заттармен қоректенеді, яғни гетеротрофты организмдер. Сонымен қорыта келгенде, жасушалар тіршіліктің ең қарапайым бірлігі. Жасушасыз тіршілік болмайды. Жасуша үнемі қозғалыста болу керек және жасушаның атқаратын қызметі ешқашанда тоқтамау керек. Сіздерге сабақ түсінікті болса, сіздерге үй жұмысы. Сіздерге үй жұмысына микроскоптың бөліктерін атау және қызметтерін жасау. Екінші жұмыс, төменде көрсетілген сұрақтарға дұрыс жауап беріңіздер. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.